Уа халайық, мына сөзімді естеріне сақтандар. Байынды ешқашан Таиландқа жіберуші болмаңдар. Талай адамнан естіп те, өз көзіммен де көріп те жүрмін. Досыммен, анаумен барамын, жалғыз барамын, жұмыспен барайын деп жатырмын деп сізді алдап тастап Таиландқа кетіп қалған болса, не істеп жүргенін мен ақ айтып берейін сізге. Мұндай еркектер гомосексуалдық байланысқа түсу үшін Таиланд жағалап кетеді. Сол жақтың транстарымен не істейді дейсіздер ғой. Соларға берілу үшін барады. Естігенде сенбеп едім, бірақ өзім достарыммен барған кезде әр трансқа мені итер деп жүрген, мас болып жүрген адамдарды көрген кезімде көзім банка болып, мұндай еркектер әйеліне бұрынғыдай қарамайды. Әйеліне суып кетеді. Есілдерді қай транс мені итереді, қай транстың астында жатамын деп жүреді. Бүкіл транс ол кәдімгі жәлептер. Олардың түрлі аурулары букетімен әкеледі, сізді де ауыр қылады. Жазылмайтын, емі жоқ, әлі медицина ашпаған трансмутанттардан жұқтырған мутант аурулар пайда болады. Және де соны біздің осы елімізге келіп жұқтырады. Сақ болыңыздар, қыз-келіншектер. Байларында Таиландқа ұлый беретін болса, бастарына салып қалыңдар. Таиландқа барса, сізді артынан еріп барыңыздар. Қалушы болмаңыздар артынан. 1 сағатқа барып келемін, 10 минутқа барып келемін, ана жерде бір нәрсе күтіп тұр, магазинге баруым керекпін деп алдап кетсе де, ешқашан жіберуші болмайды. Тіпті 1 минутқа да, 1 минуттың ішінде ондай нәрселерді істеп үлгереді адамдар. Мен ұлы дала көріп келе жеңіз. Күйеуіңізбен ара қатынасыңыз неге суып кетті? Отбасылық болжам бойынша дуа сиқыр бар ма? Күйеуіңіз неге қайта-қайта Таиланд аралап жүре береді? Тек Таиланд емес, күйеуіңіз сізді тастап, іссапармен кетіп қалады, үйге қонбайды, жоқ болып кетеді, телефонын жасырады сізден. Не үшін? Осының барлығын білу үшін менің WhatsApp нөміріме жазыңыздар. 8702 583 85 28.